дәмі тіл үйрер холодесті жасайтын боламыз. Холодесіміздің жасалу жолының ерекшелігі барлық холодестерімізді баклажкаға құйып сақтаймыз. Мінекей менің холодестерім осылайша өте әдемі болып қатып шықты. Дәл осылайша видеодағыдай етіп, баклажкамыздың бұлай ортасынан жартысынан барлықтарын кесіп алғанымыздан кейін осылайша қылып барлық холодестерімізді тарелкаға алып аламыз. Мінекей бөлген кезде де өте керемет болып қатқан болып шығады. Мінекей әрбір холодестерімізді тарелкаға салып алғанымыздан кейін мінекей әрбірін тарелкаларымызға әдемілеп бөліп шығамыз. Бөлген кезде де ешқандай да шытынап кетпейді. Өте әдемі керемет болып бөлініп шығады. Мен барлық сирақтарымды алдын ала пісіріп, барлықтарын дайындап алып, кесіп, оны мясорубкіден өткізіп алдым. Мясорубкіде мінекей осылайша қылып барлықтарын әдемілеп өткізіп алғанымнан кейін қайнап тұрған суымның үстіне осылайша қылып барлықтарын салып шығамын. Үстінен чесногымды және де лавровый листімді салып, қара бұрышымды салып жақсылап тұрып араластырып, 15-20 минуттай қылып барлықтарын араластырып пісіріп аламын. Мінекей менің холодестерім әдемі болып пісіп шықты. Осы холодестерімнің барлықтарын осылайша қылып баклажкалерге құйып шығамын. Мінекей осылай қылып барлық холодестерімді баклажкалерге құйып шықтым. Бұл баклажкалерді қатырған кезімізде тігінен қойып қоймаймыз. Не себептен тігінен қойып қоймаймыз? Өйткені барлық майлар бетіне шығып қалады да, біздің астында қалып қойған холодестеріміз әдемі болмай қалады. Мінекей бетінде қалған холодесімізді осылайша қылып, әдемі қылып, майы бетінде іркілдеп тұрады. Дәл осылай видеодағыдай етіп, барлықтарын кесіп алып, жеуімізге пайдалана береміз. Мінекей осылайша кескен кезде де ешқандай да бөлшектеніп кетпейді. Барлығы біріктіріліп, кесіліп шығады. Мен бұл холодесімді тураған жоқпын. Барлықтарын мясорубкіден өткізіп алдым. Мясорубкіден өткізіп алсақ, холодесіміз әдемі, жіп жұмсақ, керемет, осындай әдемі болып шығады. Мінекей осылайша тураған кезімізде де холодестеріміз өте керемет әрі дәмі тіл үйрер болып шығады. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта менен қандай рецепті күтесіздер, комментарийға жаза отырыңыздар, және де лайк басып қолдай отыруларыңызды сұраймын.